Баршаларыңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліскенді жөн көрдік. Яғни жемістердің төресі деп те айтсақ болады. Нағыз қан көбейтетін витаминдердің атасы, темір витаминдерінің қайнар көзі ретінде бәрімізге танымал жеміс, ол әрине анар. Анарды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, иә? Бәрімізге оның пайдалы екендігі белгілі, бірақ қай жағынан пайдалы, яғни қай кезде оны жеген дұрыс, қандай уақытта пайдаланған дұрыс туралы ақпаратты толығырақ білгілеріңіз келсе, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңіз жөн. Анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендері мен минералдарға калий, мырыш, фосфор бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Демек, артық салмақпен күресіп жүрген, немесе дұрыс тамақтану кезеңінде жүрген адамдар анарды беймарал жіберсе болады. Себебі калориясы өте аз болып тұр. Екіншіден шырынын, яғни анардың шырыны құрамында танин болуына байланысты және жемісінің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар асқазан сөлінің қышқылы жоғары гастритпен ауыратындар, сондай-ақ әртүрлі аурулармен ауырған кезде осы анардың ащы сұрыпты түрлерін пайдалануға болмайды екен. Яғни анарды білесіздер, кейде анарлар бізде тәтті болып шықса, кей анарлар қышқылтым болады. Яғни асқазанында ауру бар адамдарға осы дәл қышқылтым анарды тұтынуға болмайды екен. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кетуі үшін де анарды жеу керек. Анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршіктері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Анар ағашы, жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше біздің пайғамбарымыз яғни осы анарды өте қатты сүйіп жеген екен. Неге олай жасайсыз деп сұрағанда, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірден бір анар ағаш жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап береді екен. Яғни былайша айтсақ, бұл жемістің пайдалы қасиетімен қоймай, оның сондай яғни жәннаттан нәсіп ететін, жәннат өсіп отыратын жеміс ретінде де тұтына берсек болады. Ем ретінде анар жидегі қабықтары, ағашының тамырлары, тамырының қабықтары және бұтақтары да қолданылады. Бұл жемісті жедел ішек, зәр шығару жолдарының ауруларын, қаназдықты, жұқпалы тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Анар қалай қолданылады? Анар жидегі қабықтары, ағашының тамырлары мен бұтақтары мен тамырының қабықтары қолданылады екен. Яғни бұл түрлі жұқпалы аурулар кезінде бірден бір таптырмас жеміс болып табылады. Байқасаңыздар, тұмау болған кезде осы адамның ішіндегі ыстығын алу үшін анар беріп жатады балаларға. Себебі анар адамның денесінің ішіндегі ыстықты басып, тұмау кезінде өте жақсы көмектеседі.
Анар сондай-ақ теріңізді емдейді. Егер теріңіз майлы, безеулі болса, анардың қабығын сәл қуырып ұнтақтап, оған сары немесе зәйтүн майын қосып, маска жасаңыз. Бұл масканы тоңазытқышта сақтап, аптасына 2 рет қолдану керек. Кептірілген анар қабығының ұнтағымен күйген тырналған теріні емдеуге болады. Қабынуды емдейді. Әртүрлі қабынған ауруларды бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буындар анар қабығының қайнатпасы емдейді. Оны былай дайындайсыз. Ұнтақталған қабықтан 2 шай қасықты 1 стакан ыстық суға құйып, жарты сағат қайнатыңыз. Оны сүзіп, сығып, қайнаған сумен араластыру керек. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 2 рет 50 граммнан қабылдау керек. Есте сақтаңыз, анардың қабығында алкалит атты улы заттар бар. Аталған қайнатпалардың мөлшерін көбейтпеңіз. Көбейген жағдайда қысымыңыз көтеріліп, басыңыз айналып, көзіңіз көрмей қалуы мүмкін. Сонымен қатар анар шырынының органикалық қышқылы тістің эмалін бұзуы мүмкін. Сол себепті үнемі сумен араластырып отырған жөн. Яғни бүгін біз сіздермен анар туралы керемет ақпараттар алдық деп ойлаймыз. Егер сіздерге ақпарат пайдалы болса, біздің арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.